Аллаға сен мұқтаж екенін көрсетсең, Алла сен ешқашан далада қалдырып кетпейді. Алла сені ешқашан тастап кетпейді деген сөз бұл. А сен бүкіл себептерге байлап қойғансың сен. Бір жігіттер бар, жоқ, мен сол қызбен ғана бақытты болам дейді. Мен сол қызбен ғана бақытты болам дейді. Жұрда махаббаттан өліп жүргендер. Мен осы жұмыста ғана бай болам мен. Мен осы жерде ғана өркендеймін. Осы жаңа Пәленшеевич маған айлық бермесе мен біттім. Сен бүкіл өміріндегі нығметті, келетін ризықты, бүкілін бір себептерге байлап қойғансың. Аллаға емес. Жүрек Алламен байланыспаған. Сол үшін біздің ұстазымыз айтатын, Шейх Абдиссалам айтатын, ұстаз, бір адам намаз оқып жүріп, намаз оқымай кетті деп айтасың ғой. Сол кезде бүйтіп айтатын, бұл жерде екі нәрсе бар дейді. Бірінші нәрсе дейді, ол Құдай қаласа қайтадан оралады дейді. Қайтадан оралып, қайтадан намазын бастайды дейді. Ал екінші нәрсе дейді айтарымыз, ол адам демек әуел бастан Алламен ешқандай байланыс болмаған. Әуел бастан өзінің намазын кім үшін оқып атқанын түсінбеген, кім үшін сәжде қылып атқанын түсінбеген, білмеген. Және де соны түсініп білмегеннен кейін, жүрек итакта Алламен байлабағаннан кейін, сөйтіп қайтып кетеді адам. Сол үшін жүректі Алламен байлау керек, Алламен. Я біз дұрыс мешітке шақыртамыз, анандай жарыс ұйымдастырып шақыртамыз да. Умра тігіп шақыртамыз, бір сұрақ жауапқа подарок тігесің. Біреулер сыйлық береді жаңағы. Пәленше жолдармен келеді, бірақ ары қарай адам ықыластанып Алламен байланыстырып жіберуге тырысу керекпіз да біз. Имам Ғазалиді білесіздер ғой? Имам Ғазалиді. Худжатул ислам, исламның құжаты болған. Басында мешітке немен баратын ғой? Мешітте тегін тамақ беріп жатыр деп. Медресе деген сияқты ғой, тегін тамақ беріп жатыр дейді. Соған барады екен да. Тегін тамақ жеп мәз болып, бірақ ар жақта уағыз айтылады. Бір келесің ғой, келеді ғой. Уағыз айтылады. Уже бітеді. Мына жерге сіңеді, сөйтсе, үлкен ғалым болып кеткен да. Өзінің заманының 5-ші ғасырдың діннің мужаддиді, дінді жаңартушы, реформатор ретінде имам Ибн Асакир Табину Казбил Муфтари деген кітабында 5-ші ғасырдың үлкен реформаторы, діннің дәлелі, құжаты деп имам Ғазалиді бекіткен. Қарасаң қалай басталған? Медресеге, мешітке тамақ жеу үшін келіп жүргенде. Сол үшін бауырлар, ұстаздарымыз айтатын еді, жарыстың қалай басталғаны маңызды емес дейді. Қалай бітетіні маңызды. Сен жарысты соңғы бастаған болу мүмкінсің сен. Бітіршітіп атылып сен соңғы жүгіріп баратын мүмкінсің да. Біреулер күлу мүмкін. Бірақ әлі біткен жоқ қой жарыс. Ешкімге қарама. Өздігіңмен бол. Құдаймен байланысың түзу ма? Амал істеп жатсың ба? Болды, тікке шаба бер. Біреу бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, жоқ. Алға қарата жүр. Соның иншалла барлығы дамып. Аллаға тәуекел ету деген осы ғой.